Қайырлы кеш, қымбатты оқырмандар. Арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдай отырыңыздар. Әсем нағыз пысық қыз. Ол сабақта үздік, үйде ата-анасына көмектеседі. Ал сыртта белсенді. Анасына ас дайындауға, үй жинауға, сіңілісіне қарауға жәрдемдеседі. Ол үшін бұл үйреншікті іс. Әсемнің ерекше қасиеті үнемшілдігі. Ол киімін таза, жинақ ұстайды. Кейде бұрынғы киімдеріне аздап өзгеріс енгізіп, жаңаша сән беріп киеді. Бірде анасы оған: «Қызым, жаңа көйлек сатып алайық» деді. «Анашым, қазіргі әлі жақсы, оның орнына үйге керек нәрсе алайық» деп Әсем күлімсіреді. Ақшаны оңды-солды шашуды ұнатпайды. Кейде достары дүкенге барғанда, бәрі тәттілер мен сусындарды алса, Әсем ақшасын сақтап, тек қажет нәрсені ғана алады. Бір күні мектепте үлкен мереке өтетін болды. Мұғалімдер шараға көмектесетін оқушыларды іздегенде, Әсем бірден қол көтерді. Ол сыныптастарын ұйымдастырып, әркімге өз міндетін бөліп берді. Бірі залды безендірсе, бірі қонақтарды қарсы алуға дайындалды. «Қымбат шарлар мен ленталар алмай-ақ қояйық» деді Әсем. «Қолда барды пайдаланайық. Мысалы, қағаздан гүлдер жасап, ескі ленталарды үтіктеп қолдансақ болады». Балалар оның идеясын қолдады. Бәрі жұмыла кірісіп, өздері қолдан жасалған әдемі безендірулер дайындады. Мұғалімдер мен оқушылардың тапқырлығына риза болды. Алайда шараға бір күн қалғанда күтпеген жағдай болды. Мектепке келгенде Әсем мен достары безендірген бұрыштардың бір бөлігі жыртылып, кей жерлердегі әшекейлер түсіп қалғанын көрді. Кешкілік терезеден жел кіріп, бәрін ұшырып жіберіпті. «Не істейміз?» деп уайымдады достары. «Уайымдамаңдар, қазір бәрін реттейміз» деді Әсем сенімді түрде. Олар тез арада жұмыстарын қайта жасап шықты. Әсем достарымен бірге соңына дейін еңбек етіп, мерекеге бәрін уақытында дайындап үлгерді. Мереке күні зал ерекше көрікті болды. Мұғалімдер де, ата-аналар да оқушылардың еңбегін мақтады. Ал Әсем болса, өз ісінің нәтижесін көріп, қуанышын жасыра алмады. Сол күннен бастап, Әсемнің пысықтығы мен үнемшілдігі туралы бүкіл мектеп білді. Оны бәрі мақтан тұтатын болды. Әсем тек мектепте ғана емес, үйде де нағыз қамқоршы. Әрдайым үй шаруасына белсене араласады. Туған үйіне деген сүйіспеншілігі оны әрдайым қолдау көрсетуге итермелейді. Әсіресе анасына көмектескенде Әсемнің жүрегі бір түрлі жылып, қуанышқа толады. Үйде тек қана жинап, ыдыс жуумен айналысып қоймайды. Сіңілісінің сабағында тексереді, үй тапсырмаларын орындауына көмектеседі. Анасы көбіне жұмысқа кеткенде, үйдегі барлық шаруаны өзі істейді. Тамақ пісіріп, үй жинап, гүлдеріне су құяды. Әсіресе кішкентай сіңілісіне көңіл бөліп, оның қолынан келгенше бәрін үлгеруге қамқор болады. Әсемнің үнемшілдігі ерекше. Киімдерін таза ұстап, тіпті ескі киімдерін қайта қолданады. Анасы жақсы жаңа көйлек алуды ұсынған кезде Әсем: «Анашым, жақсы алайық, бірақ ескі киімдеріңді де сақтап, қайта қолдануға тырысамыз. Қажет болғанда бәрін қайта тігіп жаңартып аламыз» деді. Әсем үшін заттарды ысырап етпеу, қажет нәрселерді үнемді пайдалану өмірдің маңызды принциптерінің бірі. Ол әр нәрсені бағалап, тек қажеттісін алады. Ақшаны да үнемдеп жұмсайды. Бірде оның сыныптастары дүкенге барғанда барлығы тәттілер мен сусындарды сатып алса, Әсем үйінен жейтін заттарды сөмкесіне салып келетін. Бұл қадамын ол былай түсіндірді: «Артық ақша жұмсап, кейін өзімізге керек заттарды ала алмай қаламыз. Сондықтан үнемдеуіміз керек». Әсемнің бұл принциптері оған үлкен әсер етті. Ол үлкендерден үлгі алып, өз өмірінде үнемшіл болуға тырысады. Оның әр ісі, әр қадамы үнемділікті, жауапкершілікті көрсетеді. Осы қасиеттерінің арқасында барлық айналасындағыларға үлгі бола білді. Анасы бір күні Әсемнің бұл әдетіне шыдай алмай, онымен ашық сөйлесуді ұйғарды.
Кешкі ас кезінде ол қызына қарап: «Қызым, сен неге өзіңе бір нәрсе алуға қиналасың? Киімің ескіріп кетті. Жаңа бірдеңе алуға ақшаң жоқ емес қой», деді жұмсақ үнмен. Әсем басын изетті, ыңғайсызданып жауап берді: «Ақша бар, бірақ оны бекер жұмсағым келмейді. Ертең бір қажет нәрсе болып қалса ше? Бірақ өмір тек жинаудан ғана тұрмайды ғой. Қызым, өзіңе де қамқорлық жасауың керек», деді анасы. Әсем үндемеді. Ол бала күнінен ақшаны үнемдеуге үйренген, қажетсіз нәрсеге жұмсауды ысырап көруші еді. Дегенмен анасының сөздері оны ойландырып тастады. Келесі күні жұмыстан қайтып келе жатып, анасы Әсемді ертіп дүкенге кірді. Қызына әдемі сапалы көйлек көрсетіп: «Мынау саған керемет жарасады. Бір рет өзіңді қуантсаң қайтеді», деді. Әсем көйлекке қарап, қолымен ұстап көрді. Іші жылып кеткендей болды. Бірақ әдеттегідей: «Қажеті жоқ, менікі әлі жақсы», деді. Анасы күлімсіреп: «Онда бүгін мен саған сыйлық жасайын. Бұл менің ана ретіндегі қалағаным», деді. Әсем қарсы айта алмады. Көйлекті кигенде айнадан өзін көріп еріксіз жымиды. Бәлкім анасы дұрыс айтқан шығар. Өзіне қамқорлық жасауды да үйрену керек шығар. Бірақ бұл оның үнемшілдігін өзгерте ала ма? Анасы таңертең Әсемнің бөлмесіне кіріп, сөреге көз тастады. Көйлек сол қалпы тұр. Ал Әсем баяғыдай ескі киімдерін киіп, асыға-аптыға сыртқа шығып бара жатты. «Қызым, жаңа көйлегіңді неге кимедің?» деп сұрады анасы көңілі түсіп. «Әлі де бұлай күнделікті киюге қимаймын, анашым. Бір ерекше сәтке қалдырғым келеді», деді Әсем жайбарақат. «Сонда ол ерекше сәт қашан келеді?» деді анасы реніш аралас таңданыспен. «Білмеймін, бір күні», деп Әсем сыртқа қарай асығып кетті. Анасы ауыр күрсінді. Ол қызының үнемшілдігін түсінетін, бірақ оның шектен тыс сақтығы өмірдің мәнін жіберіп алуға себеп бола ма деп алаңдай бастады. Кешке Әсем құрбысымен серуендеп келіп, бөлмесіне кіргенде анасы әдейі сөредегі көйлекті қолына алды да қызына қарап: «Егер сен бұл көйлекті киюге қимасаң, онда мен бұны басқа біреуге сыйлаймын. Мүмкін ол адам күнде киіп шын қуанатын шығар», деді байыппен. Әсем селт етті. Бір сәт анасына жалтақтап қарады. Бірақ анасының жүзі байсалды. «Жоқ, бұл менікі ғой», деді ол дауыстап. «Ендеше неге кимейсің? Жаңа киім адамның көңілін көтеру үшін, өзін жайлы сезіну үшін беріледі. Егер сен оны сақтай берсең, бұл көйлекте басқа ұмыт болған заттарың сияқты ескіреді. Сонда сен оны мүлде кимейсің. Өмірді кейінге қалдыра беруге болмайды, қызым», деді анасы мейірімді үнмен. Әсем ойланып қалды. Расында, бала күннен бері талай жаңа заттарды сақтап жүріп, ақыры қолданбай тастағанын есіне алды. Жаңа дәптерлерді жазуға қимағандықтан олар сарғайып кеткен. Ұнатқан киімдерін ерекше күнге қалдырып, кейін оларға қызығы басылып кеткен. «Қызық, сен әлі де бұл көйлекті кимеуге бел будың ба?» деп сұрады жұмсақ үнмен. «Иә, анашым. Мен әлі де оны сақтаған дұрыс деп ойлаймын. Ол күнделікті киюге тым жаңа әрі таза», деді Әсем сенімді түрде. Анасы ештеңе демеді. Ол жай ғана басын изеп кешкі асты дайындауға кірісті. Бірақ бұл тақырып Әсемнің есінен кетпеді. Келесі күн таңертең анасы сыртқа шығарды, Әсемнің бөлмесіне кірді. Әдетте ол қызының заттарына тиіспейтін, бірақ бүгін өзгеше ойда еді. Ол сөредегі жаңа көйлекті қолына алды да сөмкесіне салды. Сол күні түстен кейін Әсем үйге оралғанда сөресін тексеріп көйлегін таппады. Жүрегі дүрсілдеп анасына жүгіріп барды. «Анашым, менің көйлегім қайда?» Анасы сабырлы қалыппен: «Оны бір таныс отбасының қызына бердім. Ол жаңа көйлек киіп қатты қуанды», деді. Әсемнің жүзі сұрлана қалды. «Бірақ ол менікі еді ғой», деді ашулана. «Сен оны кимейсің», дедім. «Мен де оны бекерге сөреде жатып тоссын деп алған жоқпын. Біреу оны кие алса, неге сол адамға бермеске?» Әсем анасына ашуланып не айтарын білмей қалды. Бірақ ішкі түкпірінде бір ой бас көтерді. Расында, егер өзі кимейтін болса, бұл көйлектің босқа тұрған несі? Ол анасына қарсы сөз айтқысы келіп еді, бірақ анасының сабырлы жүзіне қарап сөзін жұтып қойды. Бұл оған үлкен сабақ болды.
Ол өз заттарын қалай сақтап, кейінім ұмытып кететінін түсінді. Әсем ішінен өзін ақтап алғысы келді. Бірақ шындық анасының сөзінде екенін өзі де іштей біліп тұрды. Анасы қызымен алғашында жұмсақ сөйлесуге тырысатын. Бірақ Әсемнің үнемі есеп-қисап сұрауы, әр тиынға дейін тексеріп отыруы оны әбден қажытып жіберді. Ол бұрынғыдай емес, үйге жаңа зат алудан жасқанып, кез келген сатып алудан кейін Әсемнің қатаң сұрағына дайындалып тұратын болды. Бір күні анасы ас үйге жаңа ыдыс-аяқ жиынтығын сатып алды. Ескі тәрелкелер мен кеселердің біразы сынып, кейбірі қажалып қалған еді. Бірақ бұл жаңалық Әсемнің ашуын келтірді. Анашым, бізге бұған дейін де тәрелкелер бар ғой? Неге ақшаңды босқа шашасың, деді ашуланып. Қызым, ескі ыдыстар әбден тозып кетті. Кейбірі сынған, кейбірінің беті қажалған. Үйдің жинақы әдемі болғанын мен де қалаймын, деді анасы сабырмен. Бірақ олар әлі де қолдануға жарамды ғой. Біздікірі құлап быт-шыт болған жоқ қой. Сен осылай босқа ақша жұмсай берсең, ертең шығынға батып қаламыз, деп даусын көтерді Әсем. Анасы көзін жұмып терең тыныстады. Соңғы кезде қызының мұндай мінезі тым шектен шығып бара жатқанын түсінді. Ол үнемдеудің дұрыс екенін білетін, бірақ Әсемнің қаржылық қорқынышы тым шектен асып бара жатқандай көрінді. Қызым, мен үнемшілдіктің дұрыс екенін білемін. Бірақ өмір тек есеп пен қаражатты сақтаудан тұрмайды. Кейде өзіңе және жақындарыңа жайлық сыйлауда маңызды. Бірақ біз ақша үнемдеуіміз керек. Кейін керек болып қалса ше? Ал егер сол кейін ешқашан келмесе ше? Деді анасы бір сәт үнсіз қарап. Бұл сөздер Әсемге ауыр тиді. Ол анасына таңырқай қарап, бірақ бәрібір өз көзқарасын өзгертуге асықпады. Сол күннен бастап анасы Әсемнің мінезінің себептерін тереңірек түсінуге тырыса бастады. Оның мұндай үнемшілдікке не себепті осынша беріліп кеткенін анықтауға бел буды. Әлде бұл тек әдет пе, әлде оның жүрегінде жасырын үрей бар ма? Анасы осыны анықтамайынша мәселе шешілмейтінін түсінді. Анасы өткенді есіне алып, жүрегі шаншып кетті. Ол орындыққа үнсіз отыра кетті де, көз жасына ерік берді. Иә, бәріне өзі кінәлі екен. Әсем кішкентай кезінде олар қалаға көшіп, жұмыс тауып, үй алып аяққа тұру үшін оны ауылда әжесінің қолына қалдырған еді. Ол кезде басқа амал жоқ деп ойлады. Баламыз үшін бәрін жасаймыз деген сеніммен тырмысып еңбек етті. Бірақ сол жылдары Әсемнің қандай сезімде болғанын, қандай қиындық көргенін енді ғана терең түсініп отыр. Әжесі қатал кісі еді. Ол әр нәрсені үнемдеуді қатты қадағалайтын. Артық ысырап қылма, тиыныңды босқа шашпа дегенді жиі айтатын. Үйде азық-түлік болсын, киім-кешек болсын, бәрі есеппен жұмсалатын. Әсем сол тәртіпке бағынды. Ол жаңа киім алғысы келсе де ешқашан сұрамады. Дүкенде әжесімен жүргенде көзі бір затқа түссе де, ішкі тілегін сыртқа шығаруға қорқатын. Себебі әжесі бұл не деген ысырапшылық деп ренжитін. Анасы мен әкесі сирек келетін. Оларды көрген сайын Әсем мәз болып мойындарына асылып, бір сәтке өзін ең бақытты баладай сезінетін. Бірақ қайтадан қоштасар сәт келгенде, оның жүрегі қайтадан суық тартып, жалғыздыққа бой үйрететін. Анасы сол сәттерді есіне алып, еңіреп жылап жіберді. Мен өз баламның жүрегіне қорқыныш еккен екенмін ғой, деді өз-өзіне. Әсемнің тым үнемшіл болуы, ақшаны есептеп, жаңа нәрселерден бас тартуы, мұның бәрі тек әдет емес, жүрегінде қалып қойған жараның белгісі еді. Ол кішкентайынан жоқтыққа дайын болу керектігін үйренген. Ештеңе сұрамауға, барға қанағат етуге, болашақта қиындыққа тап болмас үшін қазірден бастап барынша аз жұмсауға бейімделген. Анасы терең күрсінді. Осылай жалғаса берсе, Әсем бақытты бола ала ма? Жоқ, бұл тізбекті үзу керек. Ол қызын үнемшілдіктен емес, өмірден ләззат алуға үйретуі керек. Оның жүрегіндегі қорқынышты сейілтіп, өмірді тек есеппен емес, шынайы сезіммен сүруге болатынын көрсету керек. Анасы көз жасын сүртіп орнынан тұрды. Енді ол қызымен басқаша сөйлесетінін түсінді.
Әсемге ақшаның, заттың маңыздылығы емес, өмірдің шынайы құндылығын түсіндіру қажет. Бірақ қалай? Ол мұны асықпай, бірақ нық шешіммен жасауы керек еді. Анасы барынша тырысты. Қанша рет жұмсақ сөйлеп, қанша рет мысалдар келтіріп түсіндіруге тырысса да, Әсем өз әдетінен қайтпады. Киімі әбден тозып, өңі қашып кетсе де жаңасын киюге асықпайтын. Сөмкесі шұрық тесік болғанша ұстайтын. Ескі аяқ киім жыртылса тігіп алып қайта киетін. Заттары сындыма тастамайды, желімдейді, жамайды, бірақ жаңа нәрсе алуға құлқы жоқ. Бір күні анасы көршінің қызы аяулымды көрді. Ол да Әсеммен қатарлас. Бірақ әрдайым өзіне күтім жасап, таза, әрі жинақы жүретін. Киімі жарасымды, жүзі жарқын. Ал Әсем болса түгі жоқ адамдай. Киімі ескірген, сөмкесі тозған, үнемдеп таршылық көріп жүрген адамға ұқсайды. Анасының жүрегі тағы бір шаншып кетті. Бірде ол шыдамай, қызымен тағы да ашық сөйлесуді ұйғарды. Қызым, сен өзіңді неге сонша азапқа саласың? Киімің ескіріп, жыртылып кетсе де жаңасын алғың келмейді. Өмір бойы үнемдей бересің бе? Әсем анасына сабырлы қарап, иә, мен артық шығынды ұнатпаймын. Ескі нәрсе әлі де жарамды болса жаңасын алудың қажеті не? Бірақ сенің бар болғаныңды көрсететін жалғыз ақша емес қой. Өзіңе күтім жаса, өмірден ләззат ал. Сен өмір бойы осылай үнемдей берсең, ешқашан шынайы еркіндікті сезінбейсің. Еркіндік деп ысырапшылдықты айтып тұрсың ба? Жоқ. Мен бәрібір өз ойымнан қайтпаймын, деді Әсем қасарысып. Анасы шарасыз еді. Ол қанша тырысса да, қызының әдетін өзгерту мүмкін емес сияқты көрінді. Бұл мінез оның қанында барда еді. Кейде анасы Әсемді аяп кететін. Жастық шағы өтіп бара жатса да, өзіне бір сәтті қуаныш сыйлауға да рұқсат бермейтін. Киімі, заттары тозып кеткенше ұстай беретін. Өзіне ештеңе қимайтын. Анасы бір нәрсе түсінді. Әсемге қанша айтса да, қанша дәлел келтірсе де, оны өзгертудің бір ғана жолы бар. Ол өмірдің өзі. Бір күні Әсемнің көзін ашатын жағдай болатынын анасы жүрегімен сезді. Бірақ ол күн қашан келеді? Анасының ең үлкен уайымы осы еді. Әсем бұл жағдайды мүлде күтпеген еді. Ол әрдайым өмірін бақылауда ұстауға тырысатын. Ал бұл күтпеген оқиға оның жоспарын тас-талқан етті. Ауылда бәрі қызу дайындықпен келінді қарсы алды. Асылжанның әкесі Қайрат ақ жарқын, мейірімді кісілі болатын. Ол жаңа түскен келінге қуанып, қызым, бұл үйдің берекесін кіргізетін сендей ақылды, үнемді қыз керек еді деп ақ батасын берді. Әсем басында абыржып ештеңе түсінбей жүрді. Бірақ ол ауылда ұзақ болатынын, енді бұл отбасының мүшесі екенін түсінді. Жаңа орта, жаңа өмір басталды. Асылжан момын, салмақты жігіт еді. Ол Әсемге бірден қатты көңіл бөлмеді, бірақ оның қандай адам екенін сырттай бақылады. Қайрат ақсақалда келінін мақтайтын. Осындай үнемді қызға тап болу нағыз ырыс. Шашпа шаштық жоқ, ысырап жоқ. Бұндай қыз қашанда берекенің белгісі. Ауыл адамдары да Әсемнің бұл мінезін жақсы қыры деп бағалайтын. Байлық қолында тұрмаса да миында бар деп оны мақтап жүрді. Бірақ үйдің ішіндегі жағдай мүлде басқаша еді. Әңгіменің жалғасы бар. Келесі бөлімнен тыңдай аласыздар.